Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге таңғы асқа тағы бір идея, колбаса қосылған оладьи рецептін ұсынамын. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Сонымен достар, ыдысқа 200 грамм айран мен 200 грамм ұн және шай қасық қопсытқыш саламыз. Одан кейін бір жұмыртқа жарып, 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Және дәміне қарай тұз салып, барлығын бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Енді осы қамырға 4 бұрыштап туралған шұжық, үккіштен өткізілген ірімшік және ақ желкен салып, тағы араластырып аламыз. Осымен қамыр дайын достар. Енді қызып тұрған табаға сұйық май құйып, осы қамырдан бір ас қасықтан салып, орташа отта екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Мінеки достар, колбаса қосылған оладьи дайын болды. Оны суытпай, ыстық кезінде жеген күшті. Бұл рецепт үйреншікті таңғы астарыңызды түрлендіретін тағы бір идея. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл таңғы ас әсіресе кішкентай балаларға қатты ұнайды. Достар, бұл рецепт сіздерге пайдалы болған болса, оған лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.